Осы бала ғой айтып жүрген. Сізге айтып жүрген осы бала. Бірдеңе. Шаш жоқ болса сізге ұқсай ма, жоқ? Енді томпақтығы ұқсайды. Қаратөр апа-әдемі жігіт неғып үйленбей жүр енді? Білмеймін ғой. Жасы болса 38-де. 38 болды. Енді бір 2 жыл шыдасаң 40-та бірақ үйленуге де болады. Қуандық аға, сізден бір ақыл, кеңес керек болып тұр ғой бізге. Бұл жігіт қыздарға сөз айта алмайды. Түрлі айла тәсілді қолданады, бірақ болмайды. Енді біз Қуандық ағамыздың сондай бір керемет әзілкеш екенін білеміз. Кез келген қызды, аруды әзілмен қарата алады. Құдайға шүкір. Жеңген бар ғой? Жеңшемді қаратқан деп. Кез келген аруды әзілімен қарата алады. Сөзімен қарата алады. Түрімен қарата алады. Бәрімен қарата алады. Енді біз Қуандық ағаның бір қырын көрмей жүрміз. Ол Қуандық ағамыз қыздарды қалай бимен қарататыны. Қуандық аға, сіз көзіңізге елестетіңіз. Ночной клубта жүрмін деп. Музыка ар жақта бар. Яқта екеу ит тұрады. Неше түрлі қыздар жүр? Біреу кіріп жатыр, біреу шығып жатыр. Шіркін ай десең, ше. Естіп қойсаңыз? Музыка қойды, мына жақта бір қыз тұр. Билеп тұр, сындыру керек. Мына жақта екеу. Не жақта екеу? Далада төртеу темекі тұр. Жоқ, қалаған, даладан билеп іште сындырамайын шығар сен, іштегінді. Сөздеріңізді бөлейін енді. Мынау сіздер қазір бақытсыздар. Клуб көп, көңіл көтеретін жерлеріңіз көп. Клуб таңдап барасыздар. Біздің кезімізде клуб көп болмады. Біздің клубымыз сол жатақхана, ана жатақхана, мына жатақхана, гитара, домбыра. Бір жолдасымыз бір картоп қуырады, біреу макарон қуырады, соның өзі көңілді болып, студент шағымыз қызықты болып. Жоқ, енді Қуандық аға, қазір заман басқа. Сөйтеміз, қазір елестетеміз 21 ғасыр. Сіз жас жігіт, сонда кейіпте болып жүре бересіз. Жеңгем өте бір сұлу кезіңіздегі көз алдыңызда. Жеңгем мында тұрыңыз. Бір клубта жүргенде жүріңдер сендер. Сіз биіңізбен жеңгемізді қаратуыңыз керек. Бірақ жас жігіт деп елестетіп, біз сіздің достарыңыз боламыз. Сонымен түсінікті ғой, Қуандық аға. 92 жылғысыз ғой? 92-сіз. Жешем 2000. Ой, Әке-шешесі қайтып жіберіп жүр ме клубқа? 2000 болса. Сонымен түсінікті ғой. Бимен, егер бүйтіп қарап қалсаңыз, болды, сол жерден тоқтатамыз. Демек, сіз тапсырманы мінсіз орындадыңыз. Бірақ, жеңеше, тұра тұрыңыз. Бірден сынып қалмаңыз енді. Шамал, биіне қарап, шашып, қалың деп ойлаңыз. Жеңгелеріңді оң жағыма шақырып, аңғайлап алайын анда кішкене. Жоғары. Қошеметтеріңіз болсын. Өзіміз қобалжып тұрғанда қиындау болды бізге. Сонымен түнгі клуб кеттік! Жетеді. Қиындау екен клубта болмағасын. Бұдан бұлай барып тұрамау деймін клубқа. Ереке клуб еді. Болмайды сияқты. Жоқ, ағам күшті биледі. Күшті биледі ме? Бірақ бір орында тұрып билейді екен, бұл кісі. Жоқ, клубтың өлең қойылып еді, сізден құдалықтың биін ұрып атсыз да. Жоқ, етейік. Оны бір жеңілдетейік. Жеңілдетейік. Енді сіздің саяхатыңызға барып қайтсақ қалай болады? Сіздің заманыңызға саяхаттасақ қалай болады? Сөйтейік. Сіздердің замандарыңыздағы сол махаббатқа келетін бір әуен қойып береміз. Көрейік енді. Сіздің заманыңыздағы саяхат дегенде саяхатқа кетіп қалмаңыз. Соны микрофон сәл кедергі жасап тұрған сияқты, сонымен екінші көрейік, екінші мүмкіндік берейік. Біз артқа кедергі жасамайық. Ал қазір мына бимен енді жеңгемді қаратасың. Алмат, қарап отыр, Алматбек, қарап отыр. Кеттік! Жеңеше мына жаққа жылжып кетіңіз. Шап! Шабаға! Бұл жерде! Алмекей!
Сіз шелекпен шашып жатсыз ба? Жоқ. Қуандық аға. Жоқ. Қолың өзі бір шелек Қуандық аға. сияқты. Мен өстіп 18 жасымда үйленейін дегем ғой. Бір қызға су емес батпақ шашып бергем ғой. Сонмақтан көп айтып тұрған қараса. Енді былай істейік. Махаббат әлеміне қош келдіңіздер. Мынау енді Қуандық аға, әзіліңізді көрдік. Биіңізді көрдік, керемет. Бірақ сіздің ән шырқағаныңызды біз көрмедік. Сондықтан да бұл да бір жаңалық. Бүгін Қуандық ағамыз бен жеңгеміз қосылып тұрып ән шырқайды. Қошеметтеріңіз, ең көңілді жұп.